Сендер акушер группасысыңдар ғой да? Акушер группасы болғандықтан біз кішкене әйелдің жыныс мүшелерін, олардың құрылысын ептеп, олардың әрине біз анатомия болғаннан кейін біз больше құрылысына көңіл бөлеміз, еще оның физиологиясына да ептеп тоқталып кетеміз. Но физиологияны сендер физиология сабағында өтесіңдер, өткенде шарсыңдар уже, да? Так, мына жерге қарайтын болсақ, біз әйел адамның жамбас қуысындағы мүшелердің қандай жазықтықтағы кесіндісін көріп тұрмыз? Сагитальды жазықтықтағы кесіндісін көріп тұрмыз. Әрине, мына жағы это брюшной полость, да? Іш қуысы. Да. А мынау тұрған, мына тұрған, это іш пердесінің шастары деп айтамыз да, брюшинаның париетальды жапырағы көрініп тұр арада. Париетальды жапырақ дегеніміз ол іш қуысының ішкі жағын астарлап тұратын жапырағы, жаңағы іш пердесінің, да. Оның висцеральды жапырағы бар, ол іш қуысындағы, да, дұрыс айтасың, мүшелерді жауып тұрады, қаптап тұрады. Біз сендермен оны өттік, мүшелерді ол әртүрлі қаптайды, да. Интраперитональды қаптайды, значит, барлық жағынан қаптап тұрады, мысалы асқазанды, да. Үш жағынан қаптайды, мысалы бауырды, да, мезоперитональды деп айтамыз. И экстраперитональды бір жағынан ғана, мысалы бүйрек шастардың артында қалып қойғандықтан ол бір жағынан ғана жабылып тұр. Мына жерде қарайтын болсақ, жатыр, әйелдің жыныс мүшелерінің ішінде жатырды қарасақ, ол почти мына жерге дейін барлық жағынан шастармен қапталып тұр. Көрдік па? И шастары әйел адамдарда екі жерде ұңғыл жасайды. Шұңқыр дейміз, ұңғыл дейміз, да, вот. Так, мына жерге қарасаңдар, жатыр мен тікшектің арасында мінекей тұр ұңғыл. Көрдік па? И мынау арада қуық пен жатырдың арасында тұр. Бұл қуыстарға қойнаулар деп айтамыз да, қуыстарға неге көңіл аударып тұрмыз? Егер қандай да бір не болатын болса, сұйық жиналып қалуы мүмкін, асцит деп айтамыз да, оны келесі семестрде өтеміз патологиядан, іш қуысына сұйықтың, судың жиналып қалуы. Не болса, ішектер жарылып кетіп, мысалы аппендицит болған уақытта, жаңағы құрт тәріздесінің жарылып кеткен жағдайларында содержимое, который жаңағы іріңді нелер, содержимойлар осы қуыстарға көбінесе ошақ қарай түсіп кетеді, да? Сонда егер тазалайтын болсақ, мына қуыстарды өте көңіл бөліп тазалауымыз керек, өйткені осы жерде жиналып қалып қойса, потом қайтадан операция жасауға тура келеді. Өйткені мына жерде қалып қойса, ол қайтадан воспаление болып жатады ғой. Мына іш пердесі қабынады тағы да, перитонит болады тағы да. Сондықтан мынаны тоже ескеріп тұрайық. Енді бұл жердегі мен суретті сендерге көрсетіп отырғандағым, біз жамбас составында мүшелердің қалай орналасып тұрғанын қарап отырсыңдар, да? Мынау не деп ойлайсыңдар? Симфиз, да? Симфиз дегеніміз не еді? Екі шат сүйектің біріккен жері. Жамбас составы өзі, жамбас сүйек үш сүйектен тұрады ғой, мықын сүйек, отырғыш сүйек, шат сүйек, да? Сол шат сүйектер, оң жақ, сол жақ шат сүйектер бірімен бірі біріккен уақытта, олар не арқылы бірігіп тұрушы еді? Шеміршек арқылы, да? Синхондроз деп айтамыз, да? Сол екеуінің біріккен жері біз симфиз деп айтамыз. Потому что бізге этот симфиз, қазір жамбас составының өлшемдерін өлшеуге керек болады, да? Симфиз дегенді ұмытпаймыз. Значит, симфиздің артында әйел болсын, еркек болсын, мына жерде еркекті көретін болсақ, вот ана симфиз тұр. Әйел болса да, еркек болса да, симфиздің артында не тұр? Қуық тұр, да? Вот ана, зәр қуығы тұр. Әйелде де міне зәр қуығы тұр. А қуықтың артында жатыр тұр и қынап тұр. Ал ер адамдарда қуықтың артында, мына шәует қуықшасы тұр, сосын тікшек тұр міне. Бұны біз білуіміз керек, қалай орналасып тұрғанда. Это значит, бір жағынан ойлайтын болсақ, это как синтопиясы, алдында, артында не бар екенін көріп тұрсыңдар. Так, жатырды көріп алдық та, енді жатырды біз, мына жерде қарасаңдар, сендер жатырдың расположениесін көріп тұрсыңдар, да? Қалыпты жағдайда, егер біз алдынан қарайтын болсақ жатырға, жатыр как будто вот мынандай болып тұр, да, вот, былай, как будто груша сияқты, да? А егер мынандай сагиталь жазықтықта қарасақ, жатыр қуыққа қарай не істеп тұр? Иіліп тұр, да, вот так, иіліп тұр, да? Значит, бұл қалыпты положениесі жатырдың. Егер ол артқа қарай иіліп кетсе, да, бұрылып артқа қарай кететін болса, онда ол уже патология болып кетеді. Ондай жағдайларда, ондай әйелдерде көбінесе бала болмауы да мүмкін. Өйткені сперма жатыр түтігіне өте алмайды. Артқа қарай қисайғандықтан. Сондықтан, может, ондай әйелдерде көбінесе бесплодие болуы мүмкін. Да?
но бірақ та опытный акушер-гинекологтар, акушерлер через тікшек арқылы, массаж жасау арқылы жатырды орнына келтіреді, қалпына келтіреді. Әрине, опытный жасайды, акушеркалар, врачтар жасайды. Может, кім біледі, сендер де ертең сондай нелерді жасап, әйел адамның баланы өмірге келуіне көмектесетін шығарсыңдар, да? Так, енді әйел болсын, еркек болсын, жыныс мүшелерін біз орналасуына байланысты ішкі сыртқы деп бөлеміз, да? Әйел адамның ішкі жыныс мүшелеріне, біз жалпы былай айтатын болсақ, әрине жатыр, да? Жатыр түтігі, мына жерден көріп тұрсыңдар, да? Аналық без, пока қырынан қарап тұрмыз, қынап, да? И қыздық жарғақ жыныстық қатынасқа түспегендерде. Ал сыртқы жыныс мүшелеріне жататын ета кіші үлкен жыныс еріндері, клитор немесе дәлдік деп айтамыз, да? Сүт безі, сыртқы жыныс аймақтары, жаңа айтқан қыздық жарғағымыз, осылар как сыртқы жыныс мүшелер болып тұр. Шат аймағы деп айтамыз ораны, да? Так, енді біз қазір сендермен тоқталайық. Мына жерден қарасақ, біз жаңағы фронталь жазықтықта көріп тұрмыз, да? Фронталь жазықтықта. Енді жатырға тоқталатын болсақ, жатыр ол бұлшықетті қуыс мүше. Оның основной қабырғасына қарасаңдар, бұлшықет болып тұр, да? Мысалы, жатыр түтігіне қарасаңдар, ондағы бұлшықет мынау сияқты емес қой? Жұқа, да? Түтік ол. А мына жерде қуыс мүшесі, но бірақ тоже жаңағы 3 қабаттан тұратын білесіңдер. Бұл жерде мен көңілді бұлшықетке бөліп тұрмын. Бұлшықет қалың жатырда орналасып тұр. Поэтому бұлшықетті қуыс мүше деп айтамыз. Мысалы, жүрек тоже бұлшықетті қуыс мүше болып тұр. Онда да бұлшықет қарыншаларда қалың болып еді ғой. Так, енді жатырдың өзінің бөлімдеріне келетін болсақ, мынау жатырдың түбі, мынау жатырдың денесі, так, мынау жатырдың мойны. Так, жатырдың бөлімдерін білдік. Енді жатырды қандай қабаттар жасап тұр екен, да? Ішкі қабаты, көріп тұрмыз, ол ішкі қабаты қалай айтылады? Эндометрий, да? Эндометрий. Ол әрине қандай ұлпадан жасалушы еді? Всегда. Қандай да болсын қуыс мүшелердің ішкі эпителийден жасалды, да? Енді бұл жерде басқа қуыс мүшелердің жаңағы эпителийіне қарағанда бұл жердегі бір айырмашылық, жатырдың эпителий, жаңағы эндометрий қабаты 2 қабатталып орналасады. Оның функциональный қабаты бар. Мінекей мен ручканы тигізіп тұрмын, да? Ең бұлшықетке жабысып тұрған базальт қабаты бар. Функциональды қабат дегеніміз әр кезде жыныс клеткасы, аналық жыныс клеткасы келіп түскен уақытта ішкі кілеге қабаты, жаңағы ішкі функциональды қабаты, ол сыпырылып түсіп отырады. Сөйтіп, етеккірмен бірге сыртқа кетіп отырады. Келесі етеккір келген кезге дейін, ол әрине қалпына қайтадан келеді. Сөйтіп, пока етеккір біткенше, ол не тұрады? Өзгеріп, қайтадан қалпына келіп, сөйтіп жаңарып отырады. Енді мына жерде қарасаңдар, жаңа денесі дедік қой оранда, денесінде жатырдың қуысы тұр. Неге ұқсайды жатырдың қуысы? 3 бұрышқа, да? Оның 3 бұрышына 3 тесік ашылады. Мынау ненің тесіктері деп ойлайсыңдар? Жатыр түтігінің тесіктері. А мынау жатырдың, мынау мойны, да? Мынау жаңа денесі дедік, мынау түгі дедік, да? Жатырдың мойнының мынау ішкі зев тесігі. Мынау сыртқы зев тесік. Значит, жатырдың қуысына ішкі зев тесік ашылды. Сонда 3 тесік болды ма? Да. И қарасаңдар, біз постоянно мүшелерді өткен уақытта біз айтамыз, да? Мысалы, көлденең қатпар жасап тұр кілеге қабаты, жартай, например, тоқшекте, да? Ұяшықтар жасап тұр деп айтамыз, ұзыннан қатпар жасап деп айтамыз. А мына жерге қарасаңдар, ешқандай қатпар жоқ, да? Себебі эпителий тікелей бұлшықетке жабысып тұр. Поэтому ол қатпар жасап тұрған жоқ. Енді жатырдың бұлшықетіне келетін болсақ, жатырдың бұлшықеті қандай бұлшықет ұлпасынан жасалған? Жүзі жоқ. Бірыңғай салалы бұлшықет. Потому что жатырдың жиырылуы, босаңсуы ол біздің еркімізге бағынышты емес қой, байланысты емес қой. Поэтому ол бірыңғай салалы бұлшықеттен жасалып тұр. Теперь этот бұлшықетіміздің өзі жатырда неше қабат болып орналасушы еді? 3 қабат болып орналасады, да? Енді қарасаңдар, жатырдың бұлшықетінің
қабаттары, біз айтамыз, например, асқазанда 3 қабат болғанда, жүректің қарыншасында 3 қабат болған. Мысалы, асқазанда сыртқысы ұзыннан, ортаңғысы көлденеңінен, ішкісі қиғашынан болғанда. Мысалы, жүректің қарыншасында сыртқысы ұзыннан, ортаңғысы көлденеңінен, әрбір қарыншаның бөлігі да, ішкісі опять ұзыннан болғанда. А вот енді жатырдың бұлшықетіне қарайтын болсақ, жатырдың бұлшықетінің орналасуы сондай бір ерекше орналасады. Енді мен оны қазір сендерге мына жерден жатырдың несін көрсете аламын екен. Так, давайте мына жерден көрсетейік. Мына жерді көрсете ғой. Так. Қазір так. Қараңдаршы мына жерде. Жатырдың бұлшықетінің қабаттары қалай-қалай орналасып тұр екен. Да? Мына жерден көретін болсаңдар тағы вот такой. И поэтому жатырдың бұлшықеті өте мықты. Қазір көріп алдыңдар да? Мынанда қараңдар вот ана қалай орналасып тұрғанын. Қиғашынан. Да. Қиғашынан да, ұзыннан да бірімен бірі такой байланысып орналасып жатыр. Қазір аны мен көйтіп көрсетейінші. Так. Ай, үлкеймейді екен, жарайды. Осылай тұра берсін. Көрдік мұнда қалай болып тұрған. Поэтому жатыр қуысында қойып, когда айырада меқауыт болғанда ішінде маған десең, 3 баласы болсын, 10 баласы болсын, өмірде естіп атасында да 10 бала туыпты дегенді да, 8-10 бала туыпты деді. Қандай болса да, жатырдың бұлшықетінің бір жарылып кетіпті, жыртылып кетіпті деп естіген жоқпыз да. Сонда қарасаңдар, оның жағы орналасуына байланысты екен да, бірімен бірі қалай қабатталып орналасып. Так, теперь бұлшықет қабатыны сонда біз қалай деп айтамыз? Ішкісі эндометрий болды, бұлшықет қабаты миометрий болды да. Так, и сыртқы қабаты ол периметрий, сірі қабаты периметрий деп аталады да. Енді жаңа біз жатыр қуысының кілегей қабаты қарасаңдар такой текст болып орналасып тұр ғой да. Ал жатырдың мойнына қарасаңдар, мойнында олар қатпарлар жасап тұр. Қандай қатпарлар қараңдар? Елканың ағашы сияқты да. Вот такой қатпарлар жасап тұр. Так. Так, жатырдың енді қызметін айтатын болсақ, Алла тағала енді жатыр ол 9 ай бойы баланы өсіріп жеткізетін мүше. Сол үшін жаралып, сол үшін әйел адамдарға жатыр берілген. Так, енді жатыр аналық безге келетін болсақ, жатырдың өзінің латынша атын білдік па? Утерус, да? Енді аналық безге керек, ол бізде жатыр әрине біреу, аналық без бізде жұп мүше, да? Так, жатырдың екі жағында мынау аналық бездің меншікті байлам арқылы жатырға не істеп тұр? Бекітіп тұр. А жатырдың өзінің қандай связкалары бар да? Ол жатырдың мынау дөңгелек байламы мына кетті міне, да? Помните, ол біз бұлшықетті өткенде айтқанбыз, через паховый канал арқылы, шап өзегі арқылы ол сыртқа шығатын. Әйел адамдарда айтқанбыз, жатырдың дөңгелек байламы шығады, ер адамдарда одан шәует шығаратын түтік өтеді дегенбіз да? И және іште жатқанның кезінде баланың жаңа аталық безі сол жатыр не арқылы, шап өзегі арқылы мошонкаға келіп түсетін да. Так, мынау шығаттағы сыртқы жыныс ерінде, ішкі сыртқы жыныс еріндеріне барып, жыныс аймағына барып бекиді. Мынау жатырдың жалпақ байламы, мына жерде көріп тұрсыңдар да. Так, енді аналық безге келетін болсақ, аналық бездің латынша аты қалай еді бізде? Овариум. Так, енді мына жерде жақсы көрсетілген, но бірақ та мен қазір сендерге өте жақсы көрсетілген сурет болса көрсетейін деп тұрмын. Бұл жерде бір өте жақсы суретті көрмей тұрмын мен да. Так, еще жатыр жайында тағы бір айтатын болсақ, жатырдың мына жерде жатыр мойнының сыртқы зерттесін көріп тұрсыңдар. Бұл тумаған әйелдерде. Туған әйелдерде жатырдың сыртқы зерттесігі вот такой горизонтальный не болып тұр, шел жасап тұр да. А мынау қынап. Қынаптан басталатын жері көріп тұрсыңдар да. Так, егер енді мына жерден біз аналық безді жөнді мен көре алмай тұрмын. Поэтому аналық безді көру үшін біз электронный тақтаға келейік да мында. Так, қазір қойып қояйық. Бір жақсы суретті таңдап алайық. Вот мына жердегі суреттен так, аналық бездің біз мына жерде фронталь жазықтықтағы кесіндісіне қарап тұрмыз.
аналық бездің өзінің алдыңғы артқы беттері болады. Так, мына жерде біз оның құрылысын көріп тұрмыз, то что көзімізбен көре алатындай да. Ну, микроскопический деп айтуымызға болады. Салмағы бұның жаңа 5-8-9 граммдай болады екен. Ұзындығы почти 3,5-5 сантиметрдей болады да. Ені 3,5 сантиметрдей болады, қалыңдығы где-то 1,5 сантиметрдей болады. Так, бұның өзі екі заттан тұрады. Қыртысы зат, шетінде тұрған, и милы зат ортасына қарай орналасады. Милы затта қан тамырлары, нерв, лимфа тамырлары орналасады. Мына жерде көрсетеді, қан тамыры көрсетеді, да? Так, теперь қыртысы затында фолликул көпіршіктері орналасқан. Көресіңдер мені? Ол фолликул көпіршіктерінде аналық жыныс клеткалары дамып жетіледі. Вообще, іштегі жатқан балада, уже іште жатқан кезінің өзінде фолликул көпіршіктері уже осы қыртысы затта орналасып тұр. Оның санына байланысты, ол салынған фолликул көпіршіктерінің бәрі жарылып, одан аналық жыныс клеткасының өсіп, дамып жетіліп, бітуіне байланысты климакс тоқтайды. Егер фолликул көпіршіктерінің бәрі жарылып бітсе, онда климакс тоқтады деген сөз. Пока климакс етеккір келіп жүрген уақытта фолликул көпіршіктері өсіп жетіліп, каждый 21 күн сайын олар жарылып, одан аналық жыныс клеткасы шығып отырады. Жетілген фолликул көпіршіктерін біз айтамыз граф көпіршігі деп. Мына жерде уже мынаның дамып келе жатқан этапын көріп тұрсыңдар да, даму этапымен келе жатыр. Ең ақыр аяғында ол бір фолликул көпіршігіміз дамып жетілді. Жарылады да, одан жыныс клеткасы шығып, жыныс клеткасы потом жатыр түтігіне өтеді да, одан жатыр қуысына өтеді. Егер ұрықтанбаған жағдайда ол жаңағы жыныс клеткасының өзі жатыр қуысына өтеді дағы, потом етеккір келу процесс жүреді. Жарылған фолликул көпіршігінің орнында сары дене пайда болады да. Ол сары дене бөлінеді етеккірлік сары дене и екіқабаттылық сары дене деп. Етеккірлік сары дене қандай да болсын, етеккір болсын, екіқабаттылық сары дене болсын, олар келесі етеккір келгенге дейін сақталады дағы, одан кейін олар семіп, атрофияға түсіп, ақ денеге айналып отырады. Сонда ең көп сақталатын сары дене қайсы? Етеккірлік па, жоғында екіқабаттылық па? Почему? Екіқабат болып жүрген әйелде сары дене, етеккір келмейді ғой. Мен келесі етеккір келгенге дейін деп тұрмын да. Значит, етеккірлік сары дене, ол келесі етеккір келгенге дейін 1 жыл, бала 9 ай бойы іште жүргенде етеккір келмейді ғой. Одан кейін ең аз дегенде 6 айдан кейін может келуі мүмкін да. Немесе 1 жылдан кейін келуі мүмкін. Яғни етеккірлік сары дене ол бос тұрмайды екен, ол етеккірлік деп екіқабаттылық гормон дайындайды, прогестерон деген. Прогестерон гормоны ол сүт безінен сүттің жиналуын екіқабат әйелде, жағы ұрықтың жатырдың қабырғасына, қабаттарына өтіп, дамып, жетілгенге дейін жетілуіне ықпал ететін гормон. Ал етеккірлік сары дене ол просто келесі етеккір келгенге дейін тұрады, одан кейін ақ денеге айналып отырады. Так, мына жетілген фолликул көпіршігінің жарылып, одан аналық жыныс клетканың шығуын біз овуляция деп айтамыз. Так, мынау жаңағы меншікті байламыз да, который жатырдың денесіне барып бекитін. Так, қалғандарын өздерің оқулықтан әрі қарай оқып аласыңдар. Мен жалпы сендерге түсіндіріп кеттім. Түсінікті ғой да? Енді жатыр түтігіне келетін болсақ, қазір жатыр түтігіне келейік. Так, жатыр түтігін біз бір жағынан көріп тұрмыз, тоже фронтальды кесіндісінде. Вот ана жатыр түтігі. Так, жатыр түтігі, ол как басқа түтіктер сияқты, қуыс мүшелер сияқты, оның да қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Ішкі кілегей қабаты, ортаңғы бұлшықет қабаты, сыртқы адвентиса сыртқы қабаты, да, сірі қабаты. Так, ішкі кілегей қабат всегда білесіңдер, ол эпителийден жасалған, бұлшықеті қандай бұлшықеттен жасалып тұр? Бірыңғай салалы бұлшықеттен 2 қабатталып орналасады. Так, бұның атқаратын қызметі жаңағы аналық безден фолликул көпіршігінен жарылып шыққан аналық жыныс клеткасын жатыр қуысына өткізу. Бұл 2 қабат емес әйелдерде да. Ал егер жатыр түтігіне өтіп, мына жақтан спермамен кездесетін болса, онда осы жерде ұрықтану жүреді. 2 қабат болған кезде ол тағы бір қызметі болып тұр да. Ұрықтың алғашқы 5-6 күні ішінде өтеді.
делениясы бөлінуі да. Одан кейін ол жатыр қуысына келіп түсіп, жаңағы ұрық әрі қарай дамып жетіледі. Және сперманы ол іш қуысына өткізеді. Шастардың арасына кетеді ол. Сонда әйел адамдарда іш перденің арасы, іш қуысы сыртқы ортамен байланыста болады екен. Түсіндік па? Жаңа сперма қайда кетті дедім мен? Шастардың қуысына кетті дедім ғой да? Шастар қуысына кетті. Значит, ал ер адамдарда шастар қуысы ол сыртқы ортамен байланыста болмайды. Ол қандай бітеу да? Так, ұзындығы, жатыр түгінің ұзындығы 7-8 сантиметр, ені 1,5 сантиметрде болады. Так, бұның бөлімдері, жатыр түгінің бөлімдерін алатын болсақ, бірнеше бөлімнен тұрады. Мынау жатыр жақ бөлігі, көрдік па? Мынау қылтасы, не болса мойыны, мынау кеңейген ампуласы, мына бөлімі воронка деп айтамыз орысша, құйғыш бөлігі. Құйғыш бөлігі вот такой шашақтармен аяқталады. Так, қызметін, құрылысын түсіндік қой? Әрі қарай толықтырып, тағы да өздерің кітаптан оқисыңдар. Так, сонымен аналық без, жатыр түгі қалай аталатынша? Туба утерина, да? Значит, маточная труба деп айтамыз, да? Значит, жатырдың құрылысы, жатыр түтігі, аналық без сендерге түсінікті болды ма? Түсінікті болды. Хорошо. Так, отырамыз.